Жалпы кез келген адамның өмірде жетістікке жету үшін ең бірінші белгілі бір салада біліктілік керек екенін түсіну. Өзінің саласын майталманы болу керек, өзінің өнімін өзі өте жақсы түсіну керек. Екінші қарым-қатынас. Басында біліктілігің болмаса қарым-қатынастан пайда жоқ. Бір біліктілікпен бастайсың, бірақ түптің-түбінде қарым-қатынасқа келіп тіреледі. Қаншама білікті адамдар бар, қарым-қатынас жасай алмайтын, жұмыстары өрге домаламайды, жүрмейді. Қаншама білімді адамдар бар, бірақ табыстары өте аз. Сонда түптің-түбі менің тәжірибемде адамның қарым-қатынасы барлығын шешеді. Егер сен адамдармен қарым-қатынас ұстай алсаң, егер сен өзіңнің басынан сөз асыра алсаң, егер сен үндемей қалатын жерде өзіңнің эмоцияңды тізгіндеп, сабыр сақтап, жол бере алсаң, егер сен сыйластықпен, құрметпен сөйлесе алсаң, егер сен кез келген адаммен қарым-қатынас ұстаған кезде, ол адамды өзіңе қарай баурай алсаң, міне осы қабілеттер негізі адамның біліктілігін, білімін одан бетер гүлдендіреді. Сен қаншалықты қарым-қатынас жасай алсаң, сен соншалықты тірісің. Сен қаншалықты қарым-қатынас жасай алмасаң, сен соншалықты өлісің деп бір Американың ғалымы айтқан екен. Сол үшін қарым-қатынас жасауды үйрену